Армысыздар, құрметті көрермендер. Біздің бүгінгі эфиріміз қазақ тілінде өтеді. Қазір біз армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі тікелей эфиріміздің тақырыбы қазіргі таңдағы мәселе Қазақстандағы мұнай-газ саласының болашағы қандай болмақ. Эфиріміздің қонағы мұнай-газ маманы, Oil and Gas Telegram каналының авторы және Женева бизнес скулдың профессоры Абзал Нәрімбетов. Сәлеметсіз бе, Абзал? Саламатсың ба, Алина? Рахмет. Біздің шақыруымызды қабыл алып, қатысуға ниет еткеніңіз үшін көп рахмет. Біздің бүгінгі эфиріміз интерактивті формада өтеді. Сондықтан, құрметті көрермендер, сіздерді комментарияға өз сұрақтарыңызды жазып, сізді сұраймыз. Ал енді бірінші сұраққа көшейік. Абзал, біріншіден өзіңізді таныстырып кетсеңіз, өз тәжірибеңіз туралы, біліміңіз туралы айтып кетсеңіз. Қайырлы кеш, Алина, қайырлы кеш көрермендер. Эфир сағатына шақырғаныңыз үшін рахмет. Таныстырып өтейін, өзімді есім Абзал болады. Мұнай-газ саласының маманы боламын. 15 жылдан астам тәжірибем бар. Белгілі техникалық Турцияда, Францияда, Ресейде оқыдым. Женева бизнес скулда MBA оқыдым. Қазіргі таңда докторантура оқып жатырмын. Сол, Алина өзің айтқанымдай, телеграм каналым бар. Сода автормын, Oil and Gas Analytics деген. Танысып өттік. Сұрақтарыңыз болса, әрқашанда дайынбыз жауап беруге. Рахмет, Абзал. Ал біздің енді бірінші сұрағымыз. Қазіргі таңда мұнай бағасының тұрақсыздығына байланысты көптеген мұнай компанияларына болашаққа болжау жасау үшін қиын болып тұр. Және COVID-19 пандемиясының кесірінен әлемнің болашағы түсініксіз болып тұр. Сіздің пікіріңізше мұнай-газ саласындағы кәсіби мамандардың болашағы қандай болмақ? Рахмет. Әрине, өзің Алина айтып өткендей, негізі 2020 жыл күтпеген жағдай болды. Көптеген адамдарға, бәлкім бәрімізге күтпеген жағдай болды. 2019 салыстыруға келмейді. Пандемия қалай басталды, бүкіл жоспарлардың бәрі өзгерді. Көптеген кәсіпорындар болсын, көптеген адамдар болсын. Соңғы 5 жылға қарайтын болсақ, мұнай-газ саласы негізі бір белгілі бір деңгейге жеткен. Плато дейді ғой, жаңағы инвестиция жағынан $800 миллиард. Бұл жыл 30%-ке ол азайған екен инвестиция. Бұл тарихтағы бәлкім бір 10-20 жылда болатын бір цикличный дейді ғой, жаңағы айналмалы мұнайдың бағасының төмен түсуі. Мұнайдың бағасы неге төмен түсті? Транспорт адамдар аз қолдана бастады, ұшақтар аз ұша бастады, карантинге байланысты. Дүниежүзінің халқының жартысы карантинде өтті. Енді қазір жай асып жатыр. Оған қоса ОПЕК плюс жаңағы несі болды, келісім болды. Оның да әсері болды. Оның әсері мұнай жаңағы күнделікті өндірісін азайтты. Яғни мұнай көп болғандықтан азайтты. Содан қазір мұнайдың бағасы қайтадан өздеріңіз көргендей мұнайдың бағасы көтеріліп жатыр, теңгенің бағасы да көтеріліп жатыр дегендей. Бәрімізге қуантады. Бірақ әрине бұл толық біз әлі келген жоқпыз. Себебі мұнай саласына қысқартулар болып жатыр. Осы таңда кеше ғана министр энергетика айтқандай 3,5 мың адам қысқарды дейді мұнай саласында. Бұл ресми дерек және тікелей мұнай саласына байланысты адамдар. Оған байланысты емес, қаншама мұнайға тәуелді жанама түрде жұмыс істеп жатқан адамдар бар. Олардың кәсіпорындары тоқтады, немесе азайтылды. Олардан қысқарған адамдар бар. Олардың есебі одан да көп болады, 3,5 мыңнан. Сондықтан қазір мұнай саласы мәз емес, шыны керек. Қазіргі мұнай бағасы үміт артады, бірақ әлі де ерте деп ойлаймын. Үлкен компаниялар, мысалы Chevron секілді, осыдан өткен апта 10-15% пайызға жұмыс орнын қысқартамыз деді. Сол секілді басқа компанияларда ол келеді. Бірінші инвестиция қысқарады, екінші адамдарға келеді. Инвестиция қысқарды, енді адамдарға келіп жатыр. Енді біздің үмітіміз ол енді көп келмейді деп ойлаймын. Мұнайдың бағасы қайтып көтеріліп, бәлкім қысқару нелер азаяды.
бірақ енді жағдай сол мәз емес қазіргі жағдайда. Абзал, толыққанды жауабыңыз үшін көп рахмет. Сіздіңше мұнайшылардың дағдарыс кезіндегі еңбек ақысы қысқарды ма? Қысқарса, қаншалыққа қысқарды? Әртүрлі, әр ұйымға байланысты. Бір ұйымдар бар, тікелей жаңағы без содержания дейді ғой, ақысыз демалысқа жіберді. Біреулер болса толық қысқартты, бірақ компенсация беріп, өзінің жаңағы 6 ай немесе 1 жылдық айлығымен. Кейбір кәсіпорындар жұмыс істеуде, жалғастыруда. Бәлкім жаңа өзінің несін азырақ белгілі бір айлықтың мөлшерінде, немесе сол айлықты қалдырып, удаленка деп және үйден жұмыс істеуге көшті. Сол ненің салдарынан, вирустың жаңа адамға қауіпсіздік жағынан. Толық айта алмаймын. Кейбір кәсіпорындар істеп жатыр. Мысалы, мен өзім кәсіпорын істеп жатыр. Кейбіреулер жартылай, кейбіреулер тоқтады. Сондықтан айту бұл сұраққа тікелей жауап беру оңай емес. Бірақ қысқартулар бар. Ол рас. Ол әрине. Құрметті көрермендер, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіз. Тағы бір сұрақ. Абзал, сіз қалай ойлайсыз? Мұнай бағасы алдағы уақытта қандай болмақ? Мұнай бағасы қалай болмақ? Енді өздеріңіз білесіздер, осы өткен ай, 2 ай бұрын, сәуірде VTI дейді ғой жаңағы, Американың бәрі минус $40 сатқан кездері болды. Мұнайды сату үшін сен ақша төлейсің. Себебі сақтайтын жер жоқ. Мұнай өте көп болды. Бұл әлемде бірінші рет болған оқиға. Оқиға дейді, бірінші рет болған оқиға дейді. Соны бәрі енді паника жасап жаңағыдай. Ол уақыт мәселесі, ол контанго деген бір мұнай трейдерлерінің арасындағы жаңа бір мәселе. Көп мұнай болған кезде сақтайтын жер жоқ, сондықтан сол неге алып келді. Бірақ мұнай төмен түскені рас. $20 болды, $10 дейін түскен кездер болды. Қазақстан мұнайы жаңағы Урал дейді ғой жөндегі. Бірақ қазіргі күнде 30-35 қайтадан көтерілді, сатып жатыр. Әлемдегі әйгілі жаңағы ұйымдар бар. IMF дейді, World Bank дейді, жәндегі мемлекет арасы, шетел, немесе жеке деген сияқты IHS. Олардың болжам бойынша жылдың соңына дейін орташа есеп мұнайдың бағасы 30-40 арасы болжам. Прогноз дейді болжам. $30-40 арасы. Мысалы, сәуір айында $20 болса, мамыр айында 25, қазір 30-35 болды. 35-40 болды бүгін, егер қателеспесем. Бірақ әрине бұл әлі ерте. Болжамға сүйенетін болсақ, $30-40 арасы. Келесі жылы 40-50 арасы. Біз $50-60 доллар баррельге мұнай бағасын 2022-де көреміз деген болжам. Көптеген ұйымдардың көзқарасы осы әзірше. Ал Қазақстан экономикасы үшін қандай мұнай бағасы тиімді болады? Қазіргі таңда мұнай бағасы бюджетті $20-ға азайтты. Соған қарай есептеді бюджетті. Әрине $20-дан болмайды екен, енді көбісі оған көзі жетті. Себебі біз жылдың ортасындамыз. Орташа мұнайдың бағасы 20-дан көп. Ол рас. Мен өз ойым, негізі пікірім, бюджетте тек қана бір емес, бірнеше бағаны қойса. Ол жаңа не дейді ғой, вероятностный метод дейді. Бір минимальный бағаны қойса, орташа бағаны қойса, сосын жоғары бағаны қойса. Сол кезде минимальный болса, сіз өзіңізді қауіпсіздікке алған боласыз, рискті төмендеткен боласыз. Ал егер мұнайдың бағасы орташа немесе жоғары болса, оған да белгілі бір сценарий қоясыз. Ол мемлекеттің өзінде болған болар, ішкі документтердің, бірақ ол жарияланған жоқ. Бірақ бұл жайраланса да жақсы болар еді. Себебі халық та білген болады. 20, 30, 40. 40 болса қалында сценарий болады, 30 болса қандай сценарий болады, 20 болса қандай сценарий болады. Сол әрқашанда диапазон дейді ғой. Және диапазон бір бағаны ұстап тұру. Минимальный, минимум, максимум, орташа. Сонымен минимум ол $20. Әзірше мемлекеттікі $20. Бірақ мемлекетте есеп бойынша орташа және жоғары қандай баға, оны мен жаңалықтардан көрген жоқпын. Бізде көбінесе жаңағы мұнай көтеріп атса көтереді, мұнай түсіп атса түседі ғой. Жаңа бір ғана баға береді. Бірақ ең дұрысы мен өз ойым, бірнеше баға берсе өзгертіп жатпайды. Мысалы, мұнай бағасы түсіп атса, біз минимум көрсеттік, сол бағада сәйкес келеді.
көтеріліп жатса, біз сол жоғары бағада қойдық. Сонда диапазонда ұстаған боламыз сонда ортада. Сол менің өз ойым, негізі сондай болса. Себебі $20 менің ойымша аз бұл жылға. Рахмет, түсінікті. Сонымен, мұнайшыларға мансаптарын ауыстыру қазір қажет пе? Мұнайшыларға ауыстыруға қажет пе дейсіз? Сұрағыңыз орынды негізі. Өйткені маған да көптеген бітірейін деп жатқан студенттер, немесе оқуға тапсырайын деп жатқан жаңа болашақ студенттер хабарласады. Бола ма, дұрыс па, дұрыс емес па деген секілді. Ол сұрақ өте орынды негізі. Мен алып айтып өтейін, бір сауалнама жүрді былтыр, өткен жылы сауалнама болған кезде, бір жеке сауалнама университеттің, сол жерде 90%-ға жуық бітірген студенттер сол мұнай саласында жұмыс істемейді екен. Сонда 100%. 10 бітірген студенттің біреуі ғана сол мұнай саласында, қалғандар басқа салада. Ол не деген сөз? Демек, мұнай саласы өте конкурентный, өте бәсеке алаң. Жұмыс өте аз, талап жаңағы бітіріп жатқан студент өте көп. Сондықтан бұл алаңда бәлкім азайту керек деп ойлаймын. Жаңағы грант азайту керек студенттерге, квотаны азайту керек. Оны жаңағы білім министрі оны бір сауалнама жүргізіп, соңғы 3-4 жылда қарау керек деп ойлаймын. Қарап, қанша студент грант оқып жатыр, қанша студент оның жұмысқа орналасып жатыр. Егер жаңағы сауалнама дұрыс болса, 10 студенттің біреуі ғана жұмыс, оны азайтқан дұрыс болады деп ойлаймын. Сол кезде студенттер, болашақ студенттер іздеп жатпайды. Мұнайға барамыз ба, бармаймыз ба. Ол алдын ала. Мысалы, мен Турцияда оқыдым. Турцияда оқыған кезде, Турцияда білесіздер, 1 миллион адам жылда оқуға тапсырады, оның 100 мыңы ғана түседі. 10 адамның біреуі. Сол 100 мың орынның конкуренциясы өте жоғары. Өте жоғары. 100 мың оқушының, студенттің болашақ, тек қана 80-і ғана мұнай саласында. 80-і ғана мұнай саласында өте аз. Себебі оларда одан көп талап жоқ. Олар алдын ала есептеген. Бізге ары кетсе бір 40-80 адам керек деген. Соған қарай грант бөлген, соған қарай алдын ала жоспарлаған. Сол секілді біздің білім министрі сондай бір сауалнама жасау керек деп ойлаймын. Соған байланысты қанша студенттің керек екен. Мен өз ойым, бізде өте көп адам бар. Әсіресе қазір жұмыссыз қалған көп тәжірибелі адамдар бар. Оған қоса жаңа студенттер бар келіп жатқан. Бұны қосқан кезде нарықта жұмыс көп емес, ал ұсыныс өте көп. Әрине бұл көп адамның болашақ қадіріне де әсер етеді. Сондықтан алдын ала жоспарлаған дұрыс. Мұнай саласы бұрынғыдай емес. Көп, мысалы 2000 жылдың басында мен бітірген кезде біз университет бітірмей алып кететін. Қазір университет бітіріп, жаңағы жұмыс іздейсің, жылдап таппай қалуың да мүмкін. Сондықтан бұны алдын ала жоспарлаған дұрыс. Мұнай саласы бұрынғыдай емес, өте бәсеке алаңы, жұмыс өте бұрынғыдай ұсынысты емес, талап емес. Енді Абзал, мұнай-газ саласында болашақта бәсекеге қабілетті болу үшін қандай қабілеттерді дамыту керек? Жаңа біз экономика және дағдыларды, мысалы, қандай дағдыларды дамыту керек? Енді бәсеке көп болған жерде ұсынысты көп болу керек. Жаңа экономикада бір термин бар ғой, диверсификация дейді. Жан-жақты дамыту керек өзіңді. Жан-жақты, тек қана мұнай-газ саласына өзіңді тек қана соған қарамай, қосымша білім алу. Қосымша икемділіктер, дағдыларды өзіңе алу. Мысалы, бір ұйым болса, ұйымға жазылу, ол ұйымның сертификатын алу. Мысалы, қазір финансистерде жаңағы CFA деген бар, тағы да көптеген сертификаттар бар. Бұл сендерде болу арқылы, сен өзің нарықта артықшылығыңды көрсетесің. Сол секілді, мысалы, мен мұнай саласында мұнай қоры есептеу бар, жәнегі подсчет запасов деген. Сол қорынан бір сертификатым бар, дүниежүзілік. Ол бір артықшылық бір ретінде болады. Сонда секілді ұйымдарға жазылу, солардың сертификатын алу, оқуын өту, сертификатын алу, өзінің артықшылығында солай көрсете білу. Тек қана бір біліммен қазір нарықта өзіңді жаңа ұсына білу өте қиын. Қосымша оған, мысалы, басқа да икемдіктерге ие болу. Жаңағы не дейміз ғой, жұмсақ икемдіктер, soft skill дейді ғой. Soft skills, тек қана hard skill жетпейді қазіргі күнде. Адамдармен сөйлесе білу, адамдармен қатынаста болу, адамдармен келісе білу, negotiation, communication, ол сол секілді
икемдіктерді өзіне бағындыра білу. Ол қалай болады? Ол ұйымдар болады, өз жеке соларға қатысып, студент кезінде соларды игере білу. Сөйтіп адамдарға шыға білу, ертерек оқу бітпей жатып, өзіңнің нарық алаңында көрсете білу, өзіңді ұсына білу. Бұған қоса, тағы да қоса айтар кетер зат, ол тек қана мұнай газ саласына өзіңді біліміңді шектемей, басқа да қосымша жәндегі double major дейді, немесе жәндегі minor дейді, сол секілді басқа да білім, мысалы IT саласы болсын, өзіңе қосымша алып жүр, немесе экономика болсын. Сол кезде бірнеше саланы өзіңе игерген боласың. Мұнай саласы егер мұнай жұмыс немесе өзің жаңа кәсібің аша алмай жатқан кезде, басқа салада икемдігің болады, өзіңнің жаңа білімің болады. Сол алаңда бәлкім ұсыныстар болса, сол алаңға кетіп қалуға болады. Сол жан жақты даму айтайын деген. Кешіріңіз, бізде қазір комментарияда сұрағымыз бар. Эмоциональный интеллект туралы не ойлайсыз? Мұнай газ саласында ол қажет пе? Эмоциональный интеллект ол бәрі алаңға қажет деп ойлаймын. Ол бәрі адамға қажет деп ойлаймын. Салаға байланысты емес. Ол өте керек негізі икемдік, өте керекті жаңағы навык дейді ғой, emotional. Ол әсіресе жаңа soft skill деп айттым. Адамдармен әсіресе тануда, адамдармен сөйлесе білуде, адамдармен келісіп, жұмыс істей білуде, өзіңді жаңағы оларға дұрыс түсіндіре білуде, олармен келісе білуде өте жақсы керекті икемдіктер. Сондықтан оны дамытқан дұрыс. Ол туралы кітаптарда көп, жаңа сұрақ қойған кісі де өзі білетін болар. Сол кітаптарды өзіне игерген дұрыс. Ол да бір сала, ол саланы игерген дұрыс. Неғұрлым ертерек игерсеңіз, соғұрлым өміріңіздің алда пайдасы тиеді деп ойлаймын. Енді келешекте мұнай газ саласында қандай мамандықтардан жойылуы мүмкін? Мысалы, бұрғылаушы сияқты кәсіп иелерін келешекте компьютер алмастыруы мүмкін бе? Енді толық алмастыру білмедім, бірақ белгілі дәрежеде ол қызмет орындар азаяды. Жаңа автоматикаға ауысады. Мысалы, бұрында кранды бұрғылап және көрсететін, кранды ашып жатқан кезде, винт дейді, винтті ашып жатқан адамдар көрсететін. Қазір оны автоматика мысалы. Жаңа офисте отырады, бір кнопкамен ашып, бір кнопкамен жабатын халі келді. Сол секілді белгілі бір профессиялар бар, мамандықтар бар. Олар автоматикаға өтеді. Оны келешекте жаңағы адам емес, робот істейді, немесе жаңағы өзінің аппараттар бар, және белгілі бір солар жасайтын болады. Бұл алаңдар әрине азаяды, бәлкім жоғалады. Сондықтан алдын ала білген дұрыс. Менің өз ойым, көбінесе және қара жұмыс емес, көбінесе данныйларды, және ақпараттарды игере білетін мамандықтар таңдау дұрыс. Мысалы, дата сайентист дейді. Data science, business intelligence деп айтуға бола ма? Иә, сол секілді айтқаныңыздай. Көп мағлұмат көп қазір, бірақ оны қорыта білетін адам көп емес. Осы алаң бәлкім келешекте одан да көбейеді. Дата сайентист деген сөз жәндегі ақпараттарды алып, одан бір сараптама шығара білу, аналитик шығара білу, содан бір қорытынды шығара білу. Мағлұмат көп, соны өзінде бір сүзгіштен, фильтрден өткізіп, керектісін алып, керек емесін лақтырып дегенде ғой. Керегін қорытындап, белгілі бір одан бір added value дейді, және бір қосымша бір үлесін шығара білу. Қандай жәндегі аналитика жағынан. Сондықтан мен өз ұсынысым мұнайға қоса жаңа дата сайентисті ала жүру, себебі сіз мұнай емес, басқа салаларда дата сайентист бола аласыздар. Және көп big data дейді, көп аласыздар, қорыталасыздар, одан бір аналитика шығара білу, алгоритмдерді қолдана білу, кемінде бірнеше алгоритмді үйреніп алу, ол қиын емес. Сол алгоритм арқылы өзіңіз аналитикаңызды жасай аласыз. Ол сізге көмекші болады келешекте. Бірақ петролиум инженер болсаңыз, осы big data сияқты салаларды қалай осы легко выучить, да? Қиын емес. Үйрену оңай ма? Қиын емес. Үйрену оңай, қиын емес. Әсіресе жас кезде, студент кезде бастаған дұрыс бұл осы бағытты. Негізі бұл бағыт бұрыннан болған бағыт негізі. Бұрыннан бері ақпарат болған, бұрыннан бері аналитика болған. Бұл қазіргі таңда көбейді. Сондықтан оны big data деп атайды. Дата емес, big data. Көп жаңағы ақпарат бар. Соны аналитикасын жасай білу. Оны қалай жасайсыз? Сіз бұрынғыдай жаңағы Excel-де емес, белгілі бір алгоритммен тезірек жасайсыздар. Соны үйреніп алған дұрыс та. Жаңағы
ол сізге көмекші болады. Алгоритм болсын, немесе бір программа продукт, бір программалық бір жәндегі софтвер жәндегі қолдану арқылы сіз сол көп ақпараттан бір белгілі бір не шығарасыз, аналитика, белгілі бір қосымша бір үлесіңіз болады, жаңағы шығарған бір продукт болады өзіңізден. Сондықтан петролиум инженеринг емес, көбінесе петролиум қазір көбінесе петролиум аналитик. Аналитик немесе жәндегі петролиум дата инженер секілді мамандар көбейеді деп ойлаймын келешекте. Абзал, осындай бір толық жауабыңыз үшін рахмет. Енді біздің кезек соңғы сұраққа да келді. Сіздің ойыңызша қазіргі жастарға мұнай-газ саласындағы мамандықтарды таңдауға кеңес берер ме едіңіз? Жақсы сұрақ, орынды сұрақ. Мұнай саласын жаңа айтып өткендей сауалнамада 10 адамның біреу ғана егер жұмысқа орналасып жатқан болса, демек бұл алаңда талап аз. Сондықтан сіз алдын ала, егер мұнай саласын таңдайтын болсаңыз, онда алдын ала өзіңізге бір белгілі бір не қойған дұрыс. Өзіңізді алдын ала, мен бұл алаң өте конкурентный болады, бәсеке алаңы болады, мен дайынмын бұған. Мен көп үйренем, көп басқа да білімдер алам, өзім тәжірибе жинаймын. Бұл алаңда мен жұмысты табуға тырысамын. Немесе басқа алаңға таңдайсыз, жұмыс көбірек, ұсыныс көбірек, жұмыссыз қалмайсыз. Сондықтан бұл өте ертерек қалайсың болады, шешім қабылдаған дұрыс бұл алаңда кірмей жатып, себебі жұмыссыз қалу ықтималы өте жоғары негізі мұнай саласын. Мысалы, мен үлкен компанияларды бір анализ жасадым, крупный мейджор компанияларды. Соңғы 10 жылда 20%-ке қысқарған екен. 20% қысқарған. Бұл кризисті санамаған кезде. Өте бар. Иә, бұл пандемиядан бұрын, бұл кризистен бұрын, бұл мұнай бағасына тәуелді емес қысқару. Демек, мұнай саласында жәндегі не дейді ғой, табиғи ретінде адамдардың азаю келе жатыр процесс. Пандемия одан да азайтады. Демек, бұл алаң бір қысқару. Өзінің шегіне жеткен қысқару алаңда. Басқа энергия алаңын таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, жаңағы жасыл энергия дейді, немесе Solar power сияқты. Иә, бәлкім сол жаққа таңдаған дұрыс. Бәлкім сіз бір кәсіпкер болуыңыз келеді. Сондықтан бұл алаңда ертерек ойланып, ертерек шешім қабылдағаныңыз өзіңізге жақсы. Мен 2001 жылы тапсырып, 2006 жылы бітірген жылы 5 жыл мен мұнай-газ саласында не болады деп көп ойланбаған екенмін. Бірақ ол жылдар мұнай-газ саласында ұсыныс та көп болды. Ал қазір сіз кіріп алып 4-5 жылдан кейін барып не болатын қазірден бастап дұрыс шешім қабылдамасаңыз, кейін өзіңізге қиын болады. Сондықтан бұл мәселеде жақсы ойланып, шешім қабылдаған дұрыс. Мен өз ұсынысым мұнай емес, басқа салаларды қарастырған дұрысырақ деп ойлаймын. Көбірек. Немесе басқа икемдіктерді игерген дұрыс. Қосымша. Осындай тартымды әңгімеңіз үшін көп рахмет. Біз бұл сұхбатты IGTV-де сақтаймыз. Және бұл эфирді көре алмаған көрермендер мен парақшадан осы эфирді көре алады. Алтын уақытыңызды бөліп үшін сізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, сендерге де көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз. Рахмет, шақырғаныңызда эфирге. Сұрақтарыңызға да рахмет. Өте қызықты сұрақтар болды. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.